Сәлем қазақстандықтар. Бүгінгі ұстаздар күні төл мерекесі құтты болсын дегім келеді. Жалпы Қазақстанда енді ұстазымыз көп, Аллаға шүкір, дамыған елміз. Халықтарымыз да өте білімді, қарапайым халыққа дейін білімді. Әрине, бұл кімнің арқасы? Бұл ұстазымыздың арқасы, жалпы ұстаздардың арқасы. Балаларымыздың болашағының жарқын болуы да бізбен, ата-ана мен ұстаздарымызға ол тікелей байланысты. Енді өзімнің кішкене ғана шумағым бар ұстаздарыма деген, жалпы қазақстандық ұстаздарымызға. Ұстаз, ұстаз, осы сөзде жатыр қанша ұлылық, осы сөзде таусылмайтын жылылық. Әл-Фараби, Ыбырай мен Аханды осы сөз ғой қойған бізге ұлығып. Аман жүріңіздер ұстаздар, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Енді осындай ұстаздардан білім алған, осындай ата-бабаларымыз, осындай керемет марқаятындай, шалқаятындай, талтайып жүретіндей бізге жерімізді тастап кетті. Ол әрине бір қазақ елі, біздің осылай жүруіміз, бұл біздің тікелей аталарымызға, батырларымызға алыпты, ақ жаулықты аналарымыздың арқасы деймін. Олай солай деп мен білемін, түсінемін, жалпы қазақ солай түсінуі керек. Енді осы айтайын дегенім, менің жаныма кіріп бара жатырғаны, кеудемді тесіп бара жатырғаны, жүрегімді дүрс-дүрс соқтырып отырғаны, бұл мына орыстардың кіріп жатырғаны. Әрине, бұл ойлаймын мен, билік, біздің президентіміз не үшін жаппай тұр екен, шекараны не үшін жаппады екен деп, бұл әр қарапайым халықтың білгісі келетін, осы ақиқатты білгісі келеді. Бұл ақиқат тек қана өздеріне ғана белгілі, бізге белгісіз. Не үшін кіріп жатыр, не үшін кіргізіп жатыр деген ой. Мен айтайын дегенім, тікелей жалпы Орал қаласында да толып тұрған көшеде орыстар өте көп, және де жайбарақат жүрген ешқайсысы жоқ. Шалқайып жүр ғой, шалқайып ішіп алған, тартатындан тартып, ішетіндер ішіп, көшеде енді баратын жерлер жоқ, төлейін десе квартираға ақшалары жоқ. Жаңағыдай шалқайып, марқайып жүретін біз болу керекпіз Қазақстанда. Орыстарға орын жоқ. Сол себептен олар не үшін солай жүр, шалқайып деген келеді. Жан айқайымызды, жалпы ол менің айқайым емес жалғыз, жалпы халықтың айқайын түсінерсіздер. Енді менің тұрып жатырған кішкене ғана ауылымда да өте көп орыстар, өкінішке орай, көзім жетіп, құлағым естіп, тек телефонымның қуаты бітіп қалып, сол жерде ештеңені түсіре алмай қалдым, былай көзбен көріп, құлақпен естіп келдім. Жай ғана өтіп бара тұрған жерінен мектеп оқушысы өтіп бара екен, қыз балалар, содан орыстар арқаларына рюкзактарын арқалаған, давай знакомиться деп, жаңағы мектеп оқушыларына байланып жүр екен. Сөйтіп мен естіп қалдым да, артқа қарай жылжыдым да, не болды дедім осылай. Даже орысшада сөйлеген жоқпын, қазақша тікелей не болды деп бердім. Молча, прям үндемей, молчу деді ана біреуі, үндемей осылай бұрылды да кетіп қалды. Енді менің қолымда телефон да болмай қалды, ол жерде түсірейін десем қуат көзі бітіп қалған зарядкасы. Сондайға көзім жетіп, соны көзім көріп, мен әлі де кеш емес деп ойлаймын оларды қуып шығу. Ертең осылай бір қыз баламызға, я болмаса балдарға, жастарға бірдеңе болатын болса, бұлай қазақ, қарапайым қазақ қарап қалып отырмайды, қарап отырмайды. Бұлай күнге жеткізбеу, әрине билігіміз, біз сізге қараймыз, сіз жаңағы орыстарды ретке кетірсеңіз, не үшін кіргізіп жатырсыз? Енді біріншіден ол орыстарды кіргізбестен бұрын, мен ойлаймын, кішкене халықпен де ақылдасу керек пе еді деп. Негізі билік өзі барып билік жерге отырған жоқ. Халықпен тілдесіп, халықпен ақылдасу керек пе еді деп ойлаймын. Халықтың жан айқайын, халықтың ойымен бөлісу керек негізінде. жоғарыдағылар отырғандар.
Енді себебі бұл Қазақстан жері жалпы барлығымызға, бүкіл қазақ еліне тиісті. Осы менің айтқым келгені. Мені қолдайды деп ойлаймын, қолдап қойыңыздар. Әрі де тездетіп осы видеоны көрсін. Себебі бұл болмайды. Жастар көбіне жүрген орыстардың көбіне жастар екен. Жастар біздің қазақ қыздарына сөйтіп айтқанда жаныма түйіш түйгізіп, үйге келіп жылап алдым. Қазір енді жылайтында көз жасым қалған жоқ, себебі орыстар шекарадан кірді Қазақстанға дегеннен бастап бір жылап алғаным бар. Намысты бермейік, ағайын. Қазақша сөйлеңіздер, орысша сөйлемеңіздер. Орысшаны сіздер орыс еліне барғанда сөйлейсіздер, ал қазақ елінде тек қана қазақша сөйлеуге тырысайық. Ол өзіміздің қазағымызды, яғни аталарымызды, батырларымызды сыйлағанымыз деп білейік. Мен қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атты аламын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын. Қазақ елі, бір-бірімізді сыйлайық. Бір-біріміздің мәртебемізді әрқашанда көтеріп жүрейік. Біздің қазақтың жігіттерін ешқашан ешкімге даттауға дәті жоқ. Ер адамдар әрқашанда ел қорғаған. Біздің қазақ қашпайды ештеңеден. Алға Қазақстан, жаса жаңа Қазақстан.